Сәлем, менің есімім Фариза Ескермес. Мен «Секіргіштер» атты Disney Pixar түсірген анимациялық фильмінде рептилиялардың патшайымын дыбыстаймын. Жануарлар кегесі шақырылды. Бажылда құндыз дұрыс айтады. Олардың жауыздығына тойды. Бұл менің ең бірінші дыбыстаудағы экспериментім деп айтсам болады. Бір ғана персонаж емес, бұл 3 басты жылан, яғни үшеуінің даусы 3 түрлі. Үшеуінің характері, мінезі 3 түрлі. Сондықтан да бұл мен үшін өте қызықты бір дыбыстау болды. Маған көмегіңіз керек. Мейбл, мен сабақ өткізіп жатырмын. Бұл сабақта сенде отыруың керек. Бірінші қызыл басты жыланды сомдап жатқан кезде мен басқаша әдемі осындай қылықты сөйлесем, сары басты жыланды мен мынандай деп сөйлеуім керек та. Ол кезде мен былай өзімнің тамағымды кішкене қысып тұрдым. 2 саусағыммен мұрнымды қысып. Яғни ол кішкене басқа жылан. Ал жасыл түсті жылан ол ең сондай даусы жуандау, өзіне сенімді. Бірінен біріне өту өте қызықты болды. Меніңше соншалықты шектен шығудың қажеті жоқ. Менің ойымша, 3 жыланның ішіндегі тез бірден жауап беретін ең өзіне сенімдісі ол маған ұқсайды, иә. Екеуміз ұқсаймыз. Хотя үшеуі де маған ұқсайды. Өйткені мен әртүрлімін, өйткені мен күйеуім айтады ғой, Фариза, сен кімсің? Сен қандайсың негізі? Жануарларды түсіну үшін тырыссақ та, әдеттегі тәсілдер жарамады. Қолымыздан келді, Мейбл. 5 наурыздан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында «Секіргіштер» атты анимациялық фильмі шығады. Міндетті түрде келіңіздер, өйткені бұл өте әдемі, өте көңілді анимациялық фильм. Және мен ол жақта тағы да бір рет айтайын, рептилиялар ханшайымын дыбыстадым. Келіңіздер, бағасын беріңіздер. Үлкен рахмет. Айда, тез, зымыран. 2026 наурызында кинода.